Барлықтарыңызға қайырлы кеш. В общем, эфирден шықтық. Сырға салу барлық ойдағалы өтті. Мамам отыр. Туысқаны көрмейді енді. Ұйықтап отқандар бар арасында. Бәрібір 4 сағат эфир болғанымен сонымен шаршайсың. Шаршатады. Бірақ бәрі ойдағалы өтті деп ойлаймын. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Барлықтарыңызға қайырлы күн достар. Бүгін вообще сторис салуға уақыт болған жоқ. Азған мен жұмысқа бардым, одан кейін Мадикошпен ары-бері. Енді босадым. Үйге қайтайын деп жатырмын. Точнее, қайтып бара жатырмын. Шаршадым шынымды айтайын. 3 сағат ұйықтаған болатын. 5:30-да ұйықтап, таңғы 9-да тұрып, жұмысқа барып, шашымды алдырып, в общем, шаршадым мен. Ничего, главный керек нәрселердің бәрін алдық. Ертеңге Құдай қаласа дайынбыз сырға салуға. Сол достар, ертең эфир жібере алмаңыздар. 2:30-да Мадикошпен сырға салуға болады. Құрметті достар, баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік. Бүгін бізде эфир бұйыртса сырға салу болады. Мына қызды қарасаңыздар, ой, бүгін сырғалым атанады. Бақытты болыңдар, айналайындар. Қарындар. Екеумізді алдында құсатқан. Құсайыңыз ба, құсамайыңыз ба? Көзіміз үлкен болғаннан кейін құсатқан жоқ. Көзіміз, қасымыз пақыл ба. Иә? Екеуміз негізі мен бұның ағасымын. Просто не қақпағанда. Адасып кеткенбіз сәл-сәл. Тұрмыз Фараның арқасында таптым қарындасымды. Бармысың бауырым емес, қосылақтан қойдыш. Иә, бармысың бауырымнан емес, қосылақтан таптым. Айналайын, бақытты бол. Соң айта салайын деген мо. Құрметті достар, көптен күткен клипіміз YouTube каналыма шықты. Дәл осы сілтемеге өтсеңіздер, менің YouTube каналыма өтесіздер. Подписка жасап, және де клипқа баға беріп кетіңіздер, комментарий жазыңыздар, лайк басыңыздар, және де өздеріңіздің достарыңызбен бөлсіңіздер. Өте күшті ұнайды деп ойлаймын сіздерге клип. Бұйыртса барлықтарыңыздан отзыв күтем. Қалай? Бүгін пробка болмаса кейде бермеймін, өйткені әрең үлгеріп бара жатырмын, сағат 3-ке шақырған еді. Биге бара жатырмын. Бүгін оказывается би бар екен менде. Қанша уақыт биге бармап едім. Сәл не істеп қалған шығармын, ұмытып қалған шығармын. Новый би үйренетін боламыз. Потом кешке тренировка. Кеше сіздер үшін бір рилс салдым да, ол рилсті түнгі 3:30-да түсірдім. Еще Есентайдың алдында машиналар өтіп жатса да түсірдім да. Бірақ сіздер оны бағаламадыңыздар. Маған өкінішті. Неге десеңіздер, сториске салсам, лайк достар деген, поддержите деп бересің, сіздер үшін да бәрі. 72 мың адам қараған, бірақ 4 мың лайк қойып, 100 комментарий ятын. Сіздер мені қолдайсыздар, сіздер менімен біргесіздер. Давайте сіздерге соңғы постыма лайк, коммент бәрін істепсеңіздер. Салам алейкум. Бүгін қайда келдік десеңіздер, біз қонаққа шақырды, өте керемет жерге. Бір жақсы киноның жабық көрсетіліміне келдік. Қандай десеңіздер, Джунгли Лау ғой, кино Лау ғой, чағайын біз көретін боламыз. Мен өшім осындай стиль болып тұр, бірақ мен что-то бәрі прикол ұстап отырмын маған. Қалды деймін. Міне ғой, мен өзімнің ізбасарым келе жатыр артымнан. Әлде талай ұнай береді бұндай киімдер қазір. Біраз ұмашын кесін жақтағы. Мені главный стилист өзі. Өзім міне. Айжанған қаша тұрыңызшы бір минутқа. Міне ғой, әдемі тұр ғой. Мұнан барасың, сол әліп қоя саласың. Мен оқыра бересің. Әдемі. Қайлы күн машаға давайте, біз дайындықтамыз. Аққұрдасың бар қайты ұрғансың. Біз қазір эфирден шықтық енді. Бүгін мен үшін тағы бір гештальт жабылды. Енді бір жағынан сәл қобалжу болды, енді өйткені тоймен именно эфирдің атмосферасы ол бөлек болады. Жауапкершілік прям 3-4 есе болды. Бірақ өзіме кәдімгідей ұнады десем де болады, енді қатты сынамайсыздар деп ойлаймын, өйткені ол жақтың атмосферасы мен мына жақтың атмосферасы бөлек. Енді жақындарымыздан жақсы пікірлер естідік. Бірінші дебютқа өте жақсы ойдағыдай атақ абыроймен өткізіп шықтыңыз
айттың деп жатыр енді. Сол. мысалға менде өзім асаба ретінде Ернарды мақтай аламын да мысалға. Да? Бүгін өз-өзінің ұстауым, өз-өзінің кәдімгідей. Аллаға шүкір. Керемет. Аллаға шүкір. Рахмет бауырым. Көңіліңе, пейіліңе, ақ жүрегіңе рахмет. Бізге де жұғысты болсын. Жұғысты болсын, жұғысты болсын бауырым. Қолыңды алсам кәдімгідей жұғысты болады. Жұғысты болады бұйырса. Біріңді қазақ, бірің дос, көрмесең істің бәрі бос дейді. Сенде бауыржан боласың дегенде осы жерге отыруың керек дейсіз. Әмин, әмин, әмин бауырым. Ал ассалаумағалейкум достар. Пернехан деген жігіт. Пернехан, ассалаумағалейкум, қалайсың? Бүгін Пернехан скороспен жұмыс істеп жатыр, 2х-пен. Что-то бұл қатты жұмыс істеп жатыр мына жігіт бар ғой бүгін. Бүгін заряженный болып тұр, Как көрсетейін ма сіздер, Пернехан бүгін істеген жұмыстарын қараңыздар міне. Бүгін мынаны бұрқатып тастады, көрдіңіздер ма? Кәдімгі міне. Қараңыздар, Пернеханның жұмысын көрдіңіздер ма? Алла күш қуат берсін, осы бауырым шаршамасын. Біз де шаршамайық. Осы бауырыма растворды уақытын жеткізіп тұрсақ, жетеді, дұрыс па? Аумин, аумин. Иә. Менің бауырымның парақшасына жазылып қойыңыздар. Иә. Күндіз-түні бұл жігіт мен үшін жүр. Мен үшін күндізгі жұмысына барып, ұйқысы қанбаса да менің жұмысыма келіп, күнімен таңғайдың жұмыс істеп, Аллаға шүкір, міне осындай бауырларым бар. Аллаға сан шүкір деймін. Молодец, әңгіме жоқ. Сол достар, бүгін Құдай қаласа осыны полный бітіреміз коридорды. Сонымен бітті қылу керек болып тұр. Одан кейін біз мына залмен кухняға кіреміз Құдай қаласа. Солай өзі үй жаймен қалпына келе жатыр. Ақырындап штукатуркамызда бітейін деп тұр, бұйырса. Одан кейін бұның сыртынан ротбунд жағады екенбіз, чтобы мына штукатурканың бетін түзеп шығу үшін ертең обойға ыңғайлы болып, одан кейін оның бетін тағы да шкурт етеміз әдемілеп. Сол достар, жұмыс көп, Аллаға шүкір. Түнімен тоқтамай жұмыс ұрып жатырмыз.